Сәлеметсіздер ме? Біздің курсымызға қош келдіңіздер. Мен Балақаева Гүлнар Төлтайқызы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті информатика кафедрасының профессоры. Сіздерді Python бағдарламалау курсына шақырамын. Біздің курсымызда үлкен сұранысқа ие Python тілімен таныстырамыз. Python тілі ретінде таңдау өте жақсы. Себебі осы тілді үйренгеннен кейін оны әртүрлі салаларда толығымен қолдануға болады. Мысалы, Google, Facebook, YouTube, Яндекс, IBM ірі корпорациялар осы тілді қолданады. Ал енді біздің курсымыздың жоспарымен таныстырайық. Біздің курс 13 бөлімнен және 5 модульдан тұрады. Курсымыздың жоспары келесідей. Бірінші, кіріспе, деректер типтері, функциялар, айнымалылар, қолданылатын амалдар, тізімдер, сөздіктер, жолдарды басқару, регуляр өрнектер және де тағы басқа. Python бағдарламалау тілі қарапайым және кең танымал тілдердің бірі. Курстың мақсаты деректерді талдаудан жаңа бағдарламалық өнімдерді әзірлеуге дейінгі кең ауқымды міндеттерді шешуге пайдалы болатын Python тілінің негізгі құрылымдарын үйрену. Нәтижесінде курстың тыңдаушылары сандар, мәтіндер және оларды өңдеуге пайдалы әдістерді үйренеді. Python тілінің негізгі кітапханаларын меңгереді және керекті бизнес үрдістерді автоматтандыруға қажетті білімдерді меңгереді. Курстан Python бағдарламалау тілін машиналық оқыту, статистикалық деректерді өңдеу, деректерді визуализациялау және тағы басқа мамандандырылған бағыттарды меңгеру үшін қажетті мәліметтерді үйретеді. Сондай-ақ білімгерлер бағдарламалауда негізгі парадигмалармен, процедуралық, объектіге бағытталған модульдік бағдарламаумен танысады.